Өткен 2022 жылды су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымы жақсы нәтижелермен табысты аяқтады. Кәсіпорын халықты сумен қамту және кәріз жүйесі бойынша қызмет көрсету саласына жаңа технологияларды енгізуге басым бағыт беріп отыр. Өндірістік процестерді цифрландыру бойынша жоспар нақты. Экологияны жақсартуға көңіл бөлінбек. Бұл бағытта жақын арада тағы бір маңызды қадам жасалады. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымының үйлесімді жұмысына бейінді министрліктер, жергілікті әкімдікте тиісті бағасын беріп отыр. Жылды қорытындылау кешінде кәсіпорынның бас директоры Анарбек Оңғарұлы әріптестерін табысты жұмыс нәтижесімен құттықтады. Жалпы біздің коллективтің 3 азаматтары мемлекеттің президенті қолынан орден алды. 59 біздің әріптестеріміз 3 министрліктің, Шымкент қаласының әкімдігінің, облыс Түркістан облысының әкімдігінің, мәслихаттарының құрмет грамотасымен, алғыс хаттарымен марапатталды. Осының өзі біздің кәсіпорынның жұмысының дұрыс жүріп жатқанының белгісі. Осы кешегеннен осы желтоқсан айында өздеріңізге белгілі мен Астанаға барып арнайы президенттің қолынан экологияға мынау тазалау қолданылған жұмыс істеуіне жақсысында табиғатты қорғау, еңбекпен қамтамасыз ету және қауіпсіздікті сақтау жөніндегі алтын сапа номинациясына осыны президенттің қолынан алып келдім. Осының бәрі осы сіздермен біздің жұмысымыздың жемісі. Анарбек Оңғарұлы әріптестеріне зор денсаулық, отбасыларына амандық тіледі. 2023 жылға белгіленген бірнеше маңызды және жауапты міндет тұр. Халық алдында қызмет етудегі жауапкершіліктің жүгі жеңіл емес. Барынша беріліп, таза жұмыс істеуді, қажырлылықты талап етеді. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Шымкент қаласының тұрғындарын да, яғни тұтынушыларды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, баршасына мықты денсаулық, амандық, табыс тіледі.